Халқымызда бір керемет сөз бар. Үлкенге не берсең де жарасады. Үлкенге қол берсең де жарасады. Үлкенге тон берсең де жарасады. Үлкенге жол берсең де жарасады дейді. Жолдың алыстығына қарамастан арқабасын кеңге салып, шаруаны жөнге салып, міне қызымның қуанышы ғой, құттықтайын деп, сонау Степногорск шаһарынан ақын жанды қадырып Оспан әкеміз келіп отыр. Оспан ағама бір қошеметтеріңіз қысқарт деп жатыр, енді бірақ Оспан ағамызға сөз бермей болмайды. Және Оспан ағамызбен бірге әлге келіңіз. Құрметті майорды қарағандылықтар, ағайын туыстар, тәуелді байлықтар, мінекей Айнұрды қызым дейін ба, қарындасым дейін ба, әкесін неше деген білмеймін, бірақ қызымды осы мүшәйрасыменен өткізіп жатқан мына жиеніменен құттықтаймын. Біздер сырттан ғана мына түйіспоқ деген нәрсе бар, білесіздер. Осы арқылы бұл қарындасымыздың, қызымыздың өлеңін жібермей оқып, комменттей ма, артына анда-санда жазып тұратыным бар. Енді уақыттарыңыз тығыз екен, мен бірақ ешқайсы арнамай келбей, мына жерде үшін сұрап алып, бір төрт қатар бір нәрсе жазып едім. Соны оқып беремін да, тыңдасаңыздар. Айнұржан, тағдырдың сынағы жатыр алдамың. Сол сынақтан сүрінбей өт, алға ұмтыл. Ақын болу оңай емес түсінем, ақындықтың ауыр жүгін тарта біл. Ақын болу бұйырмайды әркімге. Ақын қызсың танымал бүгін елге. Кеп тұрмын Степногор қаласынан арнайы хаттыға мына менде. Таныстырайын өзімді мәлім ете. Атым Оспан, нағашым қалың кете. Нағашы жұрты шешемнің айтқожалар, айтамын сұрағандарға мақтан ете. Ұруым балқы болады қиық қалтаң, шыққан бізден өмір жақтай ақын атаң. Айнұржан талантыңа тәнтесе бер, осы болды ақ тілекпен менің батам. Әмин аға. Қызымыздың, қарындасымыздың таланты өрлей берсін, ол семьясында бақытты болсын. Енді бұл кісінің қарындасымыздан сұрайтын кітабының біреуін маған әрине соны айтып тұрмын, берейін деп тұрмын міне. Алла разы болсын сізге аға. Сонау Степногорск қаласынан ат терлетіп келген Оспан ағамызға бір қошемет деп қойсаңыздар.